9-шы сабақ. Дүкенде. Өткен сабақтағы үй тапсырмасын тексеріңіз. Проверьте домашнее задание прошлого урока. Мен дүкенде жұмыс істеймін. Мен сатушымын. Марат мемлекеттік мекемеде аудармашы болып жұмыс істейді. Марат аудармашы. Сіз ауруханада жұмыс істейсіз. Сіз дәрігерсіз. Сен асханада жұмыс істейсің бе? Сен аспазсың. Санжар мұнай компаниясында жұмыс істейді. Санжар мұнайшы. Жаңа сөздер. Новые слова. Азық-түлік. Продукты. Жұмыртқа. Яйцо. Кәмпит. Конфет. Айран. Кефир. Сүт. Молоко. Шырын. Сок. Қаймақ. Сметана. Ірімшік. Сыр. Ет. Мясо. Алу. Брать. Сатып алу. Купить. Покупать. Пайдалы. Полезны. Сапалы. Качественны. Бірінші тапсырма. Жаттығыңыз. Тренируйтесь. Қойдан қалып қойған қара қозыны Қайрат қораға қамап қойды. Әкем Әсемге әдемі әткеншек әперді. Омар ора алар. Омар ора алмаса, Орал ора алар. Қақарлы айдақар шақарға келіп қақарланар. 3 кіші ішік піштім. 5 кіші ішік піштім. Неше кіші ішік піштім. Түрің түрленіп, түрлі оқы. Тілің күрмеліп, мүдірмей оқы. Тұз мұздай, мұз мұздай. Ауыспалы осы шақ. Переходное настоящее время. Ауыспалы осы шақ сөйлемнің мағынасына қарай. Қимыл іс әрекеттің бірде дәл осы кезде, бірде алдағы уақытта болатындығын білдіреді. Переходное настоящее время выражает действие, происходящее в реальном настоящее времени. В других – предстоящее время в зависимости от значения предложения. Мысалы, мен жұмысқа барамын. Я хожу на работу. Екінші тапсырма. Дүкенде сауда жасап жаттығыңыз. Практикуйтесь, покупая продукты в магазине. Үйге тапсырма. Азық-түлік атауларын мағынасына қарай 2 топқа топтастырыңыз. Разделите наименование продуктов на 2 смысловые группы.